мен енді өз қарабасым теңізсіз өмір сүре алмаймын. Және осы араның ауасына үйренген басқа жақтарда, мысалы Астана, Алматыларға барып жүрміз, маған ауасы жақпайды, ұйықтай алмаймын. Сондықтан мен осы арада теңізде өмір сүріп, осы арада теңізде жұмыс жасап үйренген адаммын. Isылған адаммын соған. Қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасаймын, балық аулаймын. Мен 57 жылы өмірге келдім. 74 жылы 10 класты бітіргеннен бастап көк матрос болып жұмысқа жүрдім. Ізбеніп Шәулекен деген шалдың қасына. Содан жұмыс жасап келе жатырмын. 76 жылы үйіннің бірінде армияға кеттім. Соған дейін көк матрос болып жасап кеттім. Соның арасында Мақашқаладан 3 айлық курс оқып, поварлық қағазында алдым. Армиядан келгеннен кейін енді матрос болып, балықшы болып кеттім теңізде. Содан бері балықшымын. Қыстай ит балық аулаймыз, ит балық соғамыз. Мен 17 жыл қатарынан ит балыққа бардым. Ит балықтан келгеннен көктемде жағадан стан дейміз, килік аулайды, шабақ аулайды. Сол жұмыс күтіп тұрады марттан бастап. Соны жасаймыз. Оны аяқтап бола бергенде кипал күтіп тұрады. Жаздай кипал аулаймыз. Өмірім осы балықпенен байланысты өтіп келе жатыр. Енді оған мен қуанамын. Мақтанышпен айтам. Осы күнге дейін деніміз сау. Сол теңізде таза тамақ жеп, таза балық жеп өскеннен кейін ба деніміз сау, жақсы. Әлі күнге дейін жұмыс жасап келе жатырмыз. Және де мен осы уақытқа дейін ауылдың көп жас жігіттерін үйреттім. Қандай балықты қалай аулауға, қалай семьяны асырауға, оны мен мақтанып айталам. Ал енді мен осы 1974 жылы жұмысқа орналасқанымнан бастап мекеме о кезде Барака дейді, Баутинский рыб комбинат па, білмеймін әйтеуір, Барака дейтін еді. Сосын Сарызы дейді, сөйтіп 3-ке бөлінетін еді. 74 жылы мен келгеннен кейін МРХП болып барлығы Маңғышлақ рыб холд флот болып қосылды. Содан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Бұл негізі менің естуімше 1936 жылдан бастап комбинат жұмыс жасады. Үлкен балық тоңазқышы болды, 2 этажды үлкен. Оның ішінде презервный цех деді, мариновный цех деді. В общем, келкіменен көп айналысты. Олардың негізгі жұмысы келкі аулау болды. Біздің уақытымызға дейін осы марқапаның аяқталатын уақытына жақындағанда біздің санымыз бойынша 72 моторы болды марқапаның. 72-нің где-то 15-20-дайы теңізде жүріп, өздігінен балық қатыратын, өздігінен ұн шығаратын үлкен кемелер болды, заводтар болды. Одан қалғандары енді соның көмекшілері қасында дайын астарды, дайын тамақталған, дайындалған келкілерді бері қарай тасып тұрады. Ана судындар қайта-қайта ауылға келмес үшін майын, тамағын, затын апарып тұрады. Мен ол келкі аулайтын ондай заводтарда да Индигиркіде жасадым, Армуда жасадым, таситын. Ақматайскіде жасадым, қалған ПТС-тарда 17 жыл бойы итбалыққа барғанда төлен дейтін моторларда жасадым. Соның бәрінде де абыройменен жасап атқарып шықтық. План алмаған жылымыз жоқ, бәрінде де план алып тұрдық. Адам еңбек етсең кемерсің дейді. Жақсы еңбектенсең, жақсы жұмыстансаң, бәрі де болады. Осы күнге дейін біз абыройсыз жаман атақ алып көргеніміз жоқ. Бәрінде де планды орындап келатқан адамбыз. Қазіргі жағдайда пенсиядамын, демалыстамын. Бірақ сезонменен балығымызды аулап тұрамыз. Былтыр алдыңғы жылдар мінекей, былтырдан бастап әсіресе
Mine balıkçılar gününü toylap, mına Arman deйтін жігіт мысалы басшымыз болып, осылар басқарып, ескеріп balıkçıларды, құрмет грамоталарын беріп, төс белгілерін беріп, енді бәрін де қолдап келатыр. Сау болсын, рахмет. Қазір ауылдың жігіттері де сол жақсы күнкөрістері. Балықтарын аулап жатыр, лицензияларын уақытында алып жатыр. Мына рибақырандар да бұрынғыдай емес, бұрын жаңа жау көргендей болып, өкіреңдеп тұратын еді, қазір дұрыс сөйлесетін болды бәрі де. Жаңағы балық инспекциясы. Мына жағалау күзеттері де қазір жаман емес, жақсы бәрі де. Бұрын міне осы арадан келіп аулаймыз, тап осы арадан балық шығарамыз, жай тасимыз. Сонда солдаттар декілдеп еріп тұратын еді қасымызда. Қазір ешкімді көрмейміз, жақсы. Бәрі де түсініскен шығар енді. Қазір мысалы көпшілік бала бұрынғыдай қызыл балық аулауды қойды. Оны енді дұрыс қойдырды, түсінді. Болды, бірнешеуі сотталды. Нетті, енді балдар да көзі қорыққан шығар. Қазір жақсы. Мен арманым жоқ. Мен осы күнге дейін балық аулап жүргеніме өзімді мақтаныш тұтсам айтып отырмын ғой. Әлде де мен балдарды үйретіп жатырмын. Әлде де үйретем. Кефал дейтін балық, бұл өмірі таусылмайтын балық. Бұл бүткіл адайдың өміріне жетеді ол. Соғанда мен қасыма ерген балдарды үйретіп жатырмын енді өзім қолымша, қолымнан келгенше. Барлығында келе жатқан балықшылар күнімен құттықтағым келеді балдарды. Бәрі де жақсы болса екен деймін. Әр семьяда бақытты балдар өссе екен деймін. Мен тілегім сол шырақта. Мен дейтін 74-тен бері тек қана 49 жыл ғой. Енді оның ар жағында жақсы 50 жыл арнадым. Вобла дейтін балықтан аулаймыз ғой. Бичок, вобла дейтіндер болады. Ол кезде қызық қой енді көп. Ол әлі күнге дейін бар. Әлі күнге дейін жалғасып келеді. Бұл балықтың өмірі таусылмайды, бұл жалғаса береді. Ұрпақтан ұрпаққа. Кефалды жақсы көремін. Кефал біз көзімізді ашқалы көріп жатқанымыз кефал. Сондықтан мен өзім ана сазан, судак дегендерді мен былай аулаймын, бірақ өзім жемеймін. Кефал тұрғанда жемеймін оларды. Қорқыныш мен ұяламайды ешқандай. Мен қасымдағы балдарға да айтам. Жаңағы қазір орысша айтамыз ғой, паниковать етпең. Тек паниковать етпең, қорықпаң. Қайығың тесіліп батып баратса да паниковать етпең. Сонда аман қаласың деп, жүрек керек. Мименен ойлағанменен қолыңмен істей алмасаң, одан ештеңе шықпайды. Жүрек керек. Бұрын енді айттық қой жаңа Мырқыбыда үлкен балық тоңазытқыш болды. Бірнеше 1000 тонналаған балықтарды тоңазытқа ұштап, жан-жаққа жіберіп, Астраханьменен, жан-жақпенен связь болып тұрды. Ал қазіргі таңда мына әкелген балығымызды қазір өткізе алмай отырмыз. Соған бір көмектесіп, осы арадан бір үлкен завод ба, ең болмағанда бір қабылдайтын бір үлкен тоңазытқыш, бір 100 тонндық, 200 тонндық тоңазытқыштар болса, әкелген балдар балықтарын әйтеуір келіскен бәсіне тапсыра алатындай. Біз қазір енді үйдің холодильнигі бір барғанда толып қалады да, екінші барғанда қайда саларымызды білмейміз. Соған бір көмек болса, шапшаңдатып, келесі жылға дейін үлгертіп сала алса, ең болмағанда бір 40-50 тонндық болса да, бір балдардың балығын ала тұратын бастап. Қазір мұны жерде мұна жігіттер бір жаңағы Амалбек дейтін бала ашып нетіп жатыр. Оның бірақ барлығын бірдей алуға күші жетпейді. Холодильнигі кішкентай. Оның өзі де шырылдап айтып жүр. Дегенмен ол 1-2 адамдыкін, 3 адамдыкін алар, ал жақ 5 адамдыкін алар. Мұнда 100-дің үстінде адам бар аулап жүрген. Оның бәрін қайтеді. Соған бір көмек болса. Менің айтарым осы сол. Мен анау қайық ау жөніне ештеңе нетіп жатқаным жоқ. Бәрі өзімізден, бәрі табамыз. Денсаулықтың арқасында бәрі жасалады. Тек қабылдайтын пункт керек бізге.